Мағжан Жұмабаев ауданында 30-дан астам ұлт өкілдері тату-тәтті күн кешуде. Олар ана тілдерін құрмет тұтып, қазақ тілін мақтан етеді. Ел бойынша 17-ші рет тойланып отырған тілдері апталығы аясында аудандықтарда фестиваль ұйымдастырды. Қазақтың жанашыр ақыны Мағжан Жұмабаевтың туған жері бүгінде көп ұлттың балаларына мекен болып отыр. Барлықтары қазақ елінің азаматтарымыз деп мақтанады. Мемлекеттік тілдің мәртебесін асқақтатып, өз ана тілдерін құрметтейді. Жыл сайын бұл мерекені Қазақстанда тұратын ұлт өкілдері мен ұлыстар бірге тойлап келеді. Тіл азаматтың интеллектуалдық әлеуетінің қазынасы ретінде халықтың ең құнды байлығы. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мемлекеттік тіл ұлттық саясаттың діңгегі болуы тиіс деп атап өткендей, Қазақстан өзінің тәуелсіздік туын тіккен мемлекеттік тілдің елімізде жүйелі түрде дамуына ерекше көңіл бөлініп келеді. Елбасының үш тұғырлы саясатын аудан азаматтары қолдап отыр. Олар орыс, украин, неміс, татар деп бөлінбейді. Тілдік саясатты халықтарды достастыру саясаты деп түсінуде. Тілдің мәртебесін арттыруда ерекше көзге түскен бір топ ел азаматтары құрмет грамоталарымен, алғыс хаттармен марапатталды. 30 жыл бойы ұстаздық еткен Жамиля Досова аудан әкімінің құрмет грамотасын алды. Ол Абай, Пушкин, Шекспирдің тілін барлығымызда білуіміз керек дейді. Біздің мектеп аралас мектеп. Бізде үш тілде сабақ жүреді. Орыс тілінде де, қазақ тілінде де, ағылшын тілінде де. Біз бір шаңырақтың астында өте тату тәттіміз. Біреуін қара, біреуін ақ деп жарымаймыз. Өйткені біздің ортақ еліміз бұл Қазақстан. Қазақстанда бұл елбасы Назарбаевтың салиқалы саясатының арқасында осы үш тіл тұғырлығы жүріп жатыр. Мәңгілік еліміздің мәңгілік тілі жасай берсін дегім келеді. Сындарлы кездерді басынан өткізген елімізге тың игеру жылдары Кеңес одағының жер-жерінен халықтар ағылып келген болатын. Солардың бірі Геннадий Поповтың жанұясы. Қазіргі күні ол Қазақстанда отаным деп біледі. По путевке мы приехали в Казахстан на своей целиной. Біз тың игеру жылдары Беларусиядан көшіп келдік. Қазақстанда бар саналы ғұмырым өтті. Қазақ тілін білмесем де немере шөберлерім үйреніп жүр. Менің ойымша тіл арқылы халықты достастыруға да, араздастыруға да болады. Сондықтан тілді білген артық етпейді. Тілдер апталығы аясында әсем әуендер мен көрме ұйымдастырылды. Гүлнар Сайлауқызы, Азамат Жантурин, Ақпарат.